Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Құрқылтайдың ұясы және оның емдік қасиеті туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Өзі кіп-кішкентай болса да, тигізер пайдасы бұл құстың көп екен. Соның бірі осы кіп-кішкентай құс. Бұл емді кез келген адам үй жағдайында қолдана алады. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек кешке жатар алдында пайдаланған жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға, суық тигізуге болмайды. Ем 10 немесе 15 күнге дейін жалғасады. Міне осы 15 күнге осы бір құстың ұясы жетеді. Ендігі бір айтып кететінім, ем екен деп Құрқылтайдың ұясын кез келген уақытта алуға болмайды. Ұяны балапан қанат қағып, ұшып кетіп, ұя бос қалғанда ғана алуға болады. Әйтпесе киелі құстың киесі ұрады деген қазақта сөз бар. Ал мен осы құстың ұясы жайлы бала кезден естіп, көріп келе жатқан жайым бар. Сол кішкене мәліметпен сіздермен бөлісіп кетейін. Ұя негізі шөп пен жібектен тұрады. Құс оны ауыз сілекейімен мықтап тоқиды. Кәдімгі әжелеріміз баласына шұлық тоқығандай шеберліктерсіз. Егер қолыңызға ұстап, жақсылап қарасаңыз, асқан шеберлікпен тоқылған. Ендігі бір айтып кететін, Құрқылтай ұяны кем дегенде 7 метрлік биіктікте ағаш басына салады. Жерден қарағанда бұл кәдімгідей биік. Алайда қанша күшті жел, нөсер, жауын, боран болса да, ұя сол қалпы тұра береді. Үзіліп жерге түспейді, не желмен ұшып жоғалып кетпейді. Өйткені ұясын тоқығанда жібекті ағаштың бұтағына мықтап байлайды. Өйткені бұл ұяны өзінің сілекейімен бекітеді. Тағы да айта кететін жайт, құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдиды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден алады екен.